Тікелей эфирде жаңалықтар. Бүгін дүниежүзілік зияткерлік меншікті қорғау күні. Осыған орай облыстық әділет департаменті сала мамандарының басын қосып, аталмыш тақырыптың өзектілігін тілге тиек етті. Әділет органдарының басты міндетінің бірі зияткерлік меншік құқығын қорғау. Жеке және заңды тұлғалар осы тұрғыда тиісті талаптарды жақсы білуі тиіс. Мәселен, кәсіпкер табысқа жету мақсатында лицензиясыз өнімдерді пайдаланған жағдайда, немесе меншік иесінің рұқсатынсыз жұмыс жасаса, заң алдында жауапкершілікке тартылады. Себебі зияткерлік меншік құқық иесінің келісімімен ғана пайдаланылуы тиіс. Бұл бағыттағы жоспардан тыс тексерулердің нәтижесінде біраз былықтың беті ашылған. Бірінші 90-ның көлемінде бізде бір жаңағы заңды тұлғадан өтініш түсу барысында құқық бұзушылықтар ашылып, әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің 158-ші бабы бойынша әкімшілік іс қозғалып, соттан өтіп, сот қаулысымен 40 еселенген айыппұл салынды. Бұл тауар таңбаларын бұзу, тауар таңбаларын басқа біреудің тауар таңбасын заңсыз пайдалану. Жиында зияткерлік меншік саласы бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызмет пен стандарттарының тәртібін ақпараттандыру және насихаттау төңірегінде әңгіме өрбіді. Сондай-ақ мамандар электронды кітапханаларда авторлық құқықты қорғау мәселесіне ерекше тоқталды. Қазақстан ұлттық электронды кітапханасына 100-ге жуық оқытушы өзінің 200-ге таман электронды оқулықтарын орналастырды. Бұл электронды оқулықтарға мүмкіншілік осы біздің университеттің адресі, IP адресі арқылы ғана қолжетімді. Негізі авторлық құқықты сақтау біздің университеттің ғалымдары үшін өте маңызды. Және оны насихаттауда кітапхана қызметкерлерінің де ісі алға басып, үнемі біз қарым-қатынасты орналастырамыз. Облыстарда кітапханалардың жұмысын жақсарту бағытында ақпараттық технологияларды енгізу жұмысын жақсарту мақсатында және осы кітапханалар саласы бойынша заңнамаларды жетілдіру мәселелері сөз болып отыр. Зияткерлік меншікті қолдау арқылы жас мемлекетіміз бүгінде өркениетті елдермен иық тіресер жағдайға жетті. Бұл бағыттағы жұмыстарды жандандыра түссек, әлі халықаралық аренада үлкен беделге ие боларымыз хақ. Арайлым Байжігітова, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.